Енді біз қоғамдағы жүрген адам ретінде де кейбір құбылыстарды айтып өтейікші. Мәселен, мына Түркия. Жаңа сіз Тәжікстанды келтіріп отырсыз ғой енді. Сол түрік еліне барған кезде мен екі нәрсеге мән бердім. Біріншіден, түрік елі отар болмаған ел. Отбасылық құндылықтары барынша сақталып тұр, және оларда бір мемлекетшілдік, патриоттық деген дүниеде өте биік. Әскері НАТО-ға кіреді, әлемдегі ең абыройлы әскердің бірі. Солардан сұрайым, сіздердің осы әскерде әлімжеттік бар ма деп. Енді сартылдаған жігіттер, 80 миллион халық, сонда жоқ, бізде әлімжеттік жоқ деді. Мен таң қалдым. Мен ойлаппын, әлемде барлық елде әскерінде әлімжеттік болады деп ойлап жүргем ғой. Сосын қалай әлімжеттік жоқ? Анадан сұрайым, анадан сұрайым, келесі кездескеннен сұрайым, Түркияның әскерінде болдыңыз ба? Болдым. Қанша жыл? 3 жыл. Сіз болдыңыз ба? Болдым. Қанша жыл? 2 жыл. Әлімжеттік бар ма? Жоқ. Сонда біреу айтты, сіз неге сұрап жатсыз деді. Енді мен сондай нәрсені білетін едім деп едім. Жоқ, бізде үйден, отбасынан, ондай мынау сенің іннің жасы кіші адамға ізет көрсет, жасы үлкен адамға құрмет көрсет деген тәрбиемен өскенбіз дейді. Енді содан мен жатып алып жолда ойланып, мына нәрсеге көзім жетті. Біз әлі кешегі отарлықтың көптеген зардаптарынан сауыққан жоқпыз. Әсіресе біз секілді шығыстық мәдениеттегі мұсылман мәдениетін игерген сүйегіне дейін бір бекзаттық сіңген халық едік. Қазіргі жағдайда енді әлем консерватор, либерал болып бөлініп жатқанда ұлттық құндылықтарды, руханиятын, дінін құрметтеген сондай бір консерваторлық қазыққа байланған ел едік негізінде. Бірақ кеше кеңестік кезеңде жаулаушы пиғылдар бізге сотталғанын да жіберді, бұзылғанын да жіберді. Оларда кәдімгі мынау қылмыстық әлемнің кейбір тетіктері, өзі қолдан жасалған дін деңгейіне дейін көтерілген. Өйткені мына діндердің өзі екіге бөлінеді. Өзі бұрыннан келе жатқан классикалық таза діндер болатын болса, екінші заманына, уақытына қарай қолдан жасалған діндер. Сол қолдан жасалған діндердің біріне қазіргі психолог ғалымдар осы қылмыс әлеміндегі күрделі процестерді реттеп отырған жүйені де дін ретінде қарастырады. Яғни бұл бізге бір кезінде дін ретінде ұсынылған. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.